Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мөлдір, керемет, дәмді, жұмсақ үй жағдайында күлшенан жасайтын боламын. Керекті заттарын описание бөліміне жазып қалдырамын. Менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Жылы бір бокал сүт, жылы бір бокал су, 2 ас қасық сливочное масло салып, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант салып, осылай електің көмегімен өткізілген ұнды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырдың иі қанса, өте керемет, дәмді күлшелеріңіз шығады. Иін қандырып, осылай илеп алдым. Пакетпен бетін жауып, 1-1,5 сағатқа қалдырдым. Міне менің қамырым көтерілді. Енді таразының көмегімен 100 граммнан алып, күлшенанды осылай домалақ етіп жасайтын боламын. Егер сіздердің таразыларыңыз болмаса, үй жағдайында көз мөлшерімен өздеріңіз өлшеп алсаңыздар болады. Осылай домалақ етіп қойып алдым. Болған соң бетін жауып 10-15 минутқа көтерілгенше қалдырдым. Міне күлшенаным көтерілді. 2 саусақтың көмегімен шетін басып алмай, осылай формасын жасап шықтым. Шаншықының көмегіменен көтеріліп кетпес үшін осылай басып шықтым. Бетіне жағу үшін жұмыртқаның сарыуызыменен 1 ас қасық сүт қосып, осылай бетіне жақтым. Сонда керемет қызарып шығады күлшенандарыңыз. Күнжіт, қара күнжітпенен ақ күнжітті араластырып, осылай сеуіп шықтым. Қызып тұрған 200 градусты пеште пісіріп алдым. 20 минутта пісті. Жасап көріңіздер, ас болсын.